Соңғы түскен кино жайлы айтып кетсеңіз. Соңғы түскен фильм бұл мынау біздің елбасы туралы. Құдай қаласа осы шығарамыз, декабрь айында бұлай бітірдік, съемканы бітірдік. Енді келесі түсейін деп атқан дүние мынау Жерар Депардье екеумізге арнайы сценарий жазылған. Соған сол июль айында соны бастаймыз. Оның арасында тағы кішігірім жұмыстар бар. Құдай бұйырса солар енді. Ол енді бастаған кезде тағы көреміз ғой, жолығамыз. Сол кезде айтасыңдар. Жақсы, сіздің өзіңіздің ең сүйікті ойнаған рөліңіз қандай еді? Менің рөлдерімнің бәрі өзіме сүйікті. Оны халық бөліп, жарып өздері айтады ғой, бірақ бұның бәрі іштен шыққан бала сияқты ғой, оның бәрі мені өте қымбат, өте асыл. Жақсы, сіз өзіңіз кинорежиссер болам деген ой болып педі өмірде? Ондай жоқ, ойым жоқ. Жоқ, жалпы сондай ой туды ма? Жоқ, ондай ешқашан ойым болған жоқ, өйткені актердің жұмысы, актердің өмірі, ондай баға жетпес, теңдесі жоқ кәсіп. Сондықтан ол Құдайдың берген ондай сыйын мен тастай алмаймын. Ал сіздің өзіңізге сүйікті режиссеріңіз бар ма? Сол кісімен... Талантты режиссерлардың бәрі маған сүйікті режиссерлар, талантты режиссерлар. Ал енді кәкіршкі режиссерларды мен түскеннен кейін білем де, жуылмай қоям оларға, жақындамаймын. Жақсы, сіздермен бірге болған Нұржұман Ықтымаев.